Халықтан жиналған 1,5 миллиард теңгені жымқырды деп күдікке Перизат Қайраттың ісінде тың деректер шықты. Оған қатысты мүгедектігі бар балаларға арналған оңалту орталығын салуға ақша жинау алаяқтығы бойынша сотқа дейінгі жаңадан тергеу тіркелді. Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, танымал блогер 2021 жылдың қараша айында Ақмола облысында Батыр қоғамдық бірлестігіне оңалту орталығын салу үшін ақша жинау мақсатында қайырымдылық аукционын ұйымдастырған. Жұрттың сенімін арттыру үшін оңалту орталығына мұқтаж жарымжан балалары мен олардың ата-аналарын іс-шараға тартқан көрінеді. Тергеу материалдарына сенсек, аукцион кезінде 22 миллион теңге түскен. Ол осы ақшаны өзінің жеке қажетіне жаратқан. Яғни қомақты қаражатқа пәтер, жер үй, көліктер сатып алған. Сонымен қатар Перизат Қайрат Батыр қоғамдық бірлестігі үшін құны 30 миллион теңге болатын жер телімін сатып алғанын мәлімдеген. Алайда бұл участокты 2019 жылы бірлестік өзі сатып алған. Оңалту орталығының құрылысы әлі басталмаған қалпында тұр. Орталықтың қажеттілігіне берілді деген ғимарат мүлдем жоқ болып шықты. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.